Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің алтын оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге 5 минутта қарын тазалау әдісін көрсететін боламын. Сонымен қатар иісі де жоқ, өте тап-таза қарын тазалау әдісін, яғни лайфхактармен бөлісетін боламын. Ендеше арнаға тіркеліп, ең маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бұл жерде менде қарынды, яғни керек емес артық жерлерін, бездерін барлығын алып, жуып тазалап алдым. Енді осының үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып алатын боламыз. Міндетті түрде суымыз ыстық қайнап тұрғаны дұрыс. Осының үстіне, қарынның үстіне құямын да бетін жауып 5 минутқа қалдырамын. Одан артық ұзақ уақыт ұстамаңыздар, себебі біздің қарындарымыз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін бетін 5 кемінде, яғни 5 минутқа 3-4 минутқа қалдырсаңыздар да жеткілікті. Менде қайнап тұрған ыстық суда 5 минут уақыт аралығында тұрды. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қарындарымыздың, яғни сыртқы қабығы оңай жолмен осылай қолымызбен алынып жатыр. Ешқандай пышақтың да көмегі қажеті жоқ. Қолымыздың көмегімен осылай барлығын сыртқы қабықтарын алып шығатын боламыз. Қарын тазалаудың әдісі әр өңірде әр қалай болуы мүмкін. Сонымен қатар әр ас үй бикесінің де тазалау әдісі әртүрлі. Ал мен өз әдісімен сіздермен бөлісіп отырмын. Егер де сіздерде өз әдістеріңізбен бөліскілеріңіз келсе, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруға болады. Дәл қазіргі уақыт соғым уақыты болғаннан кейін осы видеом сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Егер де пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Мінекей барлық қарындарымыздың сыртындағы қабығын осылай оңай жолмен 5 минутта тазалап алдық. Өте тап-таза, сонымен қатар ешқандай да қиындығы жоқ, пышақты қажет етпейтін қолдың көмегімен барлығын жеңіл жолмен осылай тазалап алған жайым бар. Қарынымызды тазалап алдық. Енді бізге қарынның иісін кетіру қажет болады. Ол үшін бізге тұз қажет болады. Тұзды барынша көбірек, молырақ сала бергендеріңіз дұрыс. Қанша көбірек салсаңыздар, соншалықты қарынның иісі де таза болады. Осылай тұзымызды салып алғаннан кейін, міндетті түрде салқын суымызды құйып, 10-15 минутқа қалдыратын боламын. Бізде 15 минут аралығында уақытымыз өтті. Содан соң қолымыздың көмегімен ішкі және сыртқы бөліктерін жақсылап жуып алатын боламыз. Міндетті түрде бірнеше қайтара жуып алыңыздар. Сонда біздің қарынның, яғни иісі кететін болады, иісі жоқ болады. Осы әдіспен мен бірнеше жыл болды, яғни қолданып жүргеніме, ешқандай да иіс қалмайды. Сіздерге де кеңес беремін. Тұзды сумен, яғни барынша көбірек молырақ тұзды сумен, салқын сумен жуып алғандарыңыз дұрыс. Негізі салқын сумен жуған өте пайдалы, барлық артық иістерді алатын болады. Міндетті түрде салқын суда тұзымызды молырақ, көбірек салып, қайта-қайта жуыңыздар иісі кеткенше. Мінекей көріп тұрғандарыңызда ешқандай да артық шығынсыз. Кейбір жерлерде лимонная кислота, лимон қосып жатады ғой, сұйық май да қолданып жатады. Бірақ мен дәл осы әдісті бірнеше жылдан бері қолданып келемін. Ешқандай да артық иісті байқамадым, яғни артық иіс қалмайды. Сондықтан да барлық үйде табылатын тұзды салқын сумен осылай жуып шықсаңыздар, сіздерге, яғни пайдалы болады деген ойдамын. Тұзды сумен иісі кеткенше жуып алдық. Енді ең соңында кәдімгі, яғни тұз қоспай, салқын суда осылай жуып аламыз. Біздің қарынымыздың таза болғанын осы судан байқауға болады. Көріп тұрғандарыңыздай суымыз тап-таза, тұп-тұнық болып тұр. Яғни бұл дегеніміз біздің қарынымызда таза, ешқандай да иісі жоқ деген сөз.
Біздің қарынымыз дайын. Қарыннан қарын салат және де қарын бүрме тағамын дайындауға болады. Міндетті түрде келесі видеоларда сіздерге жасап көрсететін боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болғаны Гүлбану. Міндетті түрде арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар және де пікір қалдырып лайк басуды да ұмытпаңыздар.